Assalamu alaikum достар. Бүгінгі бұйырса мультфильм шығаруды үйренетін боламыз. Бүгінгі видео жаңағы ютубтың айналасында жүргендерге пайдалы болады деп ойлаймын. Не түсіремін білмей жүргендерге де пайдасы тиетін деп. Білесіздер, қазір искусственный интеллект өте қатты дамып кетті. Соның арқасында ақша табуды бүгін үйренетін боламыз. Мына осы каналдардың бірі, қарап отырсаңдар, 33 видеомен 3 миллион подписчик жинаған. Және общий қарайтын болсақ 502 миллион просмотр жинаған 33 видеомен. Былай просмотрларын қарайтын болсақтар, мінекей 6 миллион 600 мың, 3 миллион 9 миллион 11 миллион 2 миллион, короче, просмотрлары да жақсы болып жатыр. Мына соңғы екінші канал, дәл сондай екінші канал, бұда да көріп отырсаңдар. Так, 18 видеомен почти 3 миллион подписчик жинап алған болды. Бұның да просмотрлары өте жақсы. Мына үшінші канал, мен қазір осыдан ұрлап салып жатырмын видеоларды. Дәл осы стильде, да, ұрлап дегенде копиялау емес. Осындай стильде мен видеоларды салып жатырмын. Бұлардың видеоларын өздерің бір қарап шықсаңдар болады. ютубқа кіріп, жалпы мына қоян өйстіп құтқарып жүреді, короче, біреу. Осындай бірдеңе болады, и оларды құтқарады. Мынау да дәл солай бірдеңе болады, и соны құтқарады. Мынада енді басқаша. Мынада өйтіп бір ойыншықты ұрлайды да, и соңына қарай соны өсіп кетеді. Өздерінің каналдарына кіріп, жайлап қарап шығарсыңдар. Жалпы осындай видеоларды бүгін қалай түсіру керек екенін үйренетін боламыз. Сонымен кеттік. Бізге ең алдымен ChatGPT керек болады. ChatGPT-мен біздер Leonardo керек болады, сосын сол арқылы осындай нелерді шығаратын боламыз. Так, ең алдымен бізге описание персонажа керек. Мына ChatGPT біздің персонаж жалпы таниды, бірақ сендерде танымайды. Мысалы, сіздер басынан уже персонаждың описаниясын жазып алуыңыз керек. Бұл өте маңызды. Не үшін десеңіз, ертең біздер әртүрлі сцена шығарамыз ғой. Әртүрлі сцена шығарған кезде басқа персонажды шығармау үшін бізге описаниясы керек болады. Бұл өте маңызды. Мысалы, екі персонаж болса, сіздің видеоңызда егер екі персонаж болатын болса, онда оның да описаниясын осылай жаздырып алу керексіңдер. Мысалы, біздің персонаждың описаниясымен 7 жас, большие блестящие зеленые глаза, ярко-розовые волосы, желтый свитер, джинсы и шорты. Осындай описаниясы керек. Осыны жаздырып аласыздар, ең бірінші. Сосын екі персонаж болса, екеуін жаздырасыздар, үшеу болса, үшеуін жаздырасыздар. Түсіндік қой? Сосын ChatGPT-ге осы персонажды сақтап ал деп айтамыз міндетті түрде. Өйткені ол білмейді. Ат қойсаңыздар да болады, мысалы. Осындай мына персонаждың аты осындай деп бір ат қойсаңыздар да болады. ChatGPT соны жаттап алады. Сосын біздер напиши промпт для девочка на базаре смотрит на рыбу деп. Ол не орысшамен жазып берді, орысшамен жазбайсыздар. Ағылшын тілімен жаздырасыздар. Мен напиши на английском дедім, мен ағылшын тілінде маған жазып берді. Қазір сендердің бәрің бірге осы видеода бір видеоны шығаратын боламыз. Бастан аяғына дейін көріңдер, сол қызық болса егер. Осыны копировать етеміз де Leonardo-ға барамыз. Leonardo деген осы Leonardo AI деп Google-ға жазсаңдар, осы шығады. Мен енді платныйында отырмын, жалпы бесплатныймен да істеуге болады. Күніге 150 монета беріледі, тегін генерацияда 150 монета беріледі. Бұл жерде мына ең басында мен өзім Flux модельмен істеймін. Flux деген модель бар. Что-то интернет қылып тұр бар. Phoenix Flux деген мынаумен істеймін мен өзім. Сіздер әрқайсымен істеп көрсеңіздер болады. Мысалы, сіздерге анимейшн болса, мультфильм анимация жайлы болса, анимамен түсіресіңдер, енді өздерің жайлап сынап қарай бересіңдер. Мына Phoenixпен де мен бірталай шығардым, бірақ мен өзіме Flux ұнады. Мен осы Fluxпен істеймін көбіне. Сосын мына жерде нені таңдаймыз? Мына TikTokта не бар ғой? Мынау былай ұзынына түсетін видео, мынау тігіне тұратын жеріне TikTok деген бар. Егер кино сияқты қылып түсіретін болсаңдар, мына 16-ға 9 таңдайсыңдар. Былай тігіне түсіретін болсаңдар, осыны таңдайсыңдар. Мынаның ішінде TikTok деген таңдайсыздар. 9-ға 16 деген. Мына жерде неше сурет шығару керек бір генерацияда. Мен өзім бір деп қойыппын, өздерің қоя бересіңдер. Бір генерацияда 3 вариантын шығарып береді. Мен өзім біреуіне қоямын постоянно. Маған соңы жеткілікті негізі. Болды, басқа ештеңе бұл жерде тимейміз. Мына жерде нені таңдаймыз? Мына жерден 1, 2, 3, 4 осыны таңдаймыз. Мен Flux таңдадым, осымен істейтін боламыз. Сонымен жаңағы затты копировать етіп, мына жерге вставить етеміз. Сосын генерацияны басамыз. Біз жаңа балықтың қасында тұр деген нені шығардық. Қазір көреміз не шығаратынын. Негізі байқасаңдар дұрыс шыққан жоқ. Сосын бұны енді ChatGPT-ге қайтадан айтамыз, басқаша қылып жаз деп. Мен айттым, қолына ұстап тұр деп жаз дедім. Өйткені анада басқаша қылып шығарып жіберді. Ол енді видеоға дұрыс келіспей қалады. Сол үшін сөйтіп жаздық. Мына бізге нормально келеді. Өйстіп балықты ұстап тұрған болады. Уже екінші суретке өтеміз. Мен жалпы видеоны тез өткізіп жіберемін, өздерің жайлы тоқтатып қарайсыңдар да.
Короче болду, енді осы суреттердің барлығын скачать етіп аламыз керектерін да. Так, бәрі нелерді сохранить етіп алдық. Енді бізге жаңа не керек болады? Hilo деген сайт керек болады бізге. Hilo деген осы сайт керек болады. Осы сайттан мына жерде видео дегенді басамыз. Видео. Мына менің шығарған видеоларым алдында. Бұдан алдыңғы шығарған видеоларым осы. Дәл осылай видео шығаратын боламыз жаңағы суреттерден. Так, 8. 8-дің ішінде балықты ұстап тұрған қайсы мынау. Осылай мына жерге жазамыз да, ағылшын тілінде жазамыз обязательно. Ағылшын тілінде жазамыз. Егер ағылшынша білмесеңдер переводчикпен жазсаңдар болады. Мен өзім мынандай DeepL деген переводчик скачать етіп алғанмын. DeepL деген расширение ғой, браузердің расширениесі. Соны скачать етіп алғанмын. Мен орысша жазсам, ол ағылшынша өзі аударып береді сразу. Қыз балықты көтереді деп жаздым. Осындай басым, өзі аударып берді көңілі английский. Осындай DeepL деген переводчиктің расширениесін скачать етіп алыңдар. Установить оңай болады. Мына жерде камера таңдасаңдар болады. Мысалы мынау бүйтіп алыстайды, мынау былай істейді. Мынау жайлап жақындайды, жайлап алыстайды, өздеріңе керегін қойып аласыздар ғой. Мен өзім мынаны қоямын. Осындан басамыз. Бұл Hilo-да бесплатный. 70 монета, күніне 100 монета беріледі. 3-4 аккаунт ашасыздар да видео шығара бересіздер. Менде өзімде 3-4 аккаунт бар. 400 монета маған бір видео шығаруға жетеді бір күнде. Кірген кезде Google-мен кіресіздер, видео дегенге кіресіздер да, мына жерге фотосын саласыздар. Фотосын салып, мына жерге не істеу, қыз не істеу керек соны жазасыздар. И мына жерден камераны таңдайсыздар. Болды. Басқа ештеңе істемейсіздер. Осындай алып шығарып береді. Так, видеолар енді дайын болды, барлығы мына жаңағы фотодағы видеолар дайын болды. Тек мына қыз онша дұрыс емес болып қалды, бұны қайтадан істеп жатырмын. Қарап отырсаңдар, менің монеталарым бітіп қалды. Тек 3 видеоға жетті. Сосын мен екінші аккаунтыммен қалған суреттерді видеоға айналдырып алдым. Бұда да бітіп қалды. Сосын үшінші аккаунтыммен мынаны істеп жатырмын қазір. Сосын бұда дайын болды. Осылардың дайын видеоларын барлығын скачать етеміз. Мен мынаны басамыз. Сосын қай жерге скачать ету керек екенін таңдаймыз да. Мына қазір автоматически загрузкаға істейді. Видеолардың барлығын скачать етіп болғаннан кейін бұның барлығын CapCutқа лақтырамыз. CapCutқа лақтырамыз. Так, мен уже монтажға қойдым бәрін. Мына дауысты егер керек болса Telegram каналыма салып қойған. Сосын ең тағы бір айтатын зат мына жерде көрінді ме? Мына логотип тұрады. Бесплатный болғаннан кейін жаңағы Hilo бар ғой, видео істеген, ол бесплатный болғасын осындай логотип тұрады. Соны мен текстпен жауып тастадым ғой. Мынандай текстпен жауып тастадым. Не болған көрсететін боламын. Осындай видео шықты. Болды, осындай видео шықты. Осыны ютубқа сала бересіңдер, сөйтіп просмотр жинайсыңдар. Видео пайдалы болған болса лайк пен комментарий жазып, достарыңызбен бөлісеміз. Каналға подписаться етуді ұмытпаймыз. Сұрақтар болса комментарий жазып кетеміз.